Конституция күніне арналған ауқымды мерекелік жиын Наурыз алаңында ұйымдастырылып, оған құқық қорғау органдарының өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер, сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтары қатысты. Бұл шара тәуелсіз еліміздің негізгі заңының қоғам өміріндегі ерекше маңызын дәріптеп, азаматтардың бойында патриоттық сезім мен ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталады. Салтанатты жиын барысында еліміздің ата заңының мемлекеттік дамуындағы рөлі кеңінен сөз болды. Конституцияның халықтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы, әділетті қоғам құрудағы, сондай-ақ елдің бірлігі мен тұрақтылығын сақтаудағы маңызы туралы айтылды. Сонымен бірге құқық қорғау органдарының жетістіктері мен атқарған еңбектерін атап өтілді. Бұл күн тек қана мереке емес, ел тәуелсіздігінің тұғыры болып саналатын Конституцияға деген құрметтің айғағы екендігі ерекше айтылды. Қала прокуратурасының ұйымдастыруымен Конституцияның 30 жылдығына орай жалпы қалалық прокуратурамен барлық құқық қорғау органдары, спортшылар, қаланың жалпы басқа да құқық қорғау органдарының қатысуында осындай іс-шара өткізілді. Іс-шара өздеріңіз көргендей 500-ден астам адам қатысты. Осы құқық қорғау органдарында, яғни полиция және де басқа да осы қорғау органдарының арасында өздерінің қала прокурорының және бас прокурорының алғыс хаттарымен марапатталды. Жалпы қала тұрғындарын келе жатқан 30 тамыз Конституцияның 30 жылдығын барлықтарын құттықтаймыз. Барлықтарыңызға тек сәттілік, жұмыста табыс, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Сонымен қатар генерал адал қызметімен көзге түскен азаматтарды атап өтіп, олардың еңбегінің мемлекет үшін аса бағалы екенін ерекше айтты. Осы күні бірқатар құқық қорғау органдарының өкілдері мен мемлекеттік қызметкерлерге алғыс хаттар мен марапаттар табысталды. Бұл олардың кәсіби шеберлігін, ел алдындағы адалдығы мен жауапкершілігін мойындаудың белгісі. Жиналған көпшілік үшін бұл марапаттау сәті үлкен мақтаныш пен шабыт сыйлады. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің ұсынысыменен 2022 жылы ата заңымызға бірқатар өзгерістер енгізілді. Бұл бірінші кезекте президентіміз сайлау алды бағдарламасында айтқан әділетті Қазақстанды құруға, заң мен тәртіпті негіздеуге арналған қағидаттар болды деп шын жүректен айта аламыз. Бүгінгі таңда осы адал азаматты, адал еңбек ететін, адал табыс табатын, адал азаматты тәрбиелейтін әділетті Қазақстан құру жолында бұл Конституция ұзақ уақыт қызмет етеді деп сенеміз. Президентіміз айтқандай, адалдық пенен әділеттік бұл егіз ұғым. Іс-шараның соңында қала тұрғындарына арналған мәдени және концерттік бағдарлама ұсынылды. Қазақстандық патриоттық әндер шырқалып, ұлттық өнерді дәріптейтін қойылымдар көрсетілді. Жиналған халыққа ерекше мерекелік көңіл күй сыйлаған бұл шара ел болашағына деген сенімді арттырды. Конституция күніне арналған мерекелік жиын қазақстандықтардың ортақ құндылықтарына, адалдығын, заңға құрметін және елдік бірлігін тағы бір мәрте дәлелдеді.